Мысалы мен бір кейс айта кетейінші. Данияр деген мырза Шымкент қаласынан сабаққа келді. Оқуға келді, содан кейін ол кісі айтады, басында бүйтіп қарап отырды, айтады, бәрі қасымдағы қатысушыларды тыңдадым дейді. Сонда бірінші күні келгенде бұл не үйретеді? Халықтың ақшасы аз, өмірі өте қиын сүру, тамақ күннен күнге қымбаттап жатыр дегенде. 5 күннен кейін кеп ол кісі маған айтады, сіз білесіз ба дейді, мен балабақшада сыпырушымын дейді, далада дворникпін дейді. Бірақ осы таңда соңғы 15 жылда мен депозитқа 30 миллион теңге жинадым дейді. Қалай десек, ол кісі мына күрделі пайызбен жинаған ғой. Өзімнің айлығымды басында 25 мың болды, 35 мың болды, 85 мың болды. Соны депозитқа салып отырдым да, екеміз келіншегім екеміз келіскенбіз дейді. Сенің ақшаңа осы айлыққа өмір сүреміз. Ана ақша жоқ деген. Содан кейін өзімде қосымша табыс көзін көбейткеннен кейін қазіргі депозитім алдыңғы келесі жылда Алла қаласа Астана қаласынан барып үй алып оқуға баламды түсіремін дейді. Көрдіңіз ба? Бұл әйтпесе бұл сенбейтін оқиған біреу, бірақ ол кісінің өзінің интервьюі да бар. Айта беріңіз деген рұқсаты да бар. Қол жеткізем деген адам жеткізеді.